Сіз өзіңіз ойлаңыз, 42-де Москваның түбінде аппақ жазық қардың үстінде жатып соғысқан ғой бұлар. Оборонада жатқан ғой. Сол кезде 5 мәрте соғыс майданында жаудың табуын қайтарғанда, 5-ші реттен кейін Бауыржан Момышұлы окоптармен барып Блахаға келді дейді. Блаха пулеметчик болған ғой. Блаханың қасына келді де айтты дейді. Әй, Блаха деп айтты. Бүгін сен ерекше ерлік, ерекше батырлық көрсетіп жатсың. Сен бүгін ерекше қатты соғысып жатсың деген ғой. Енді бірталай пулеметпен қырған ғой. Сөйтті де арқасынан бүйтіп қағып қойды дейді ғой. Сен жарадың бүгін. Мен сені мақтан тұтам бүгін деп айтты. Солдат үшін дейді да, қан соғыстың үстінде келіп, полк командирінің келіп, бір жай қарапайым солдаттың арқасынан бүйтіп қағып мынандай мақтау сөз айтып кетуі, қандай марапат берсең де жетпейтін мақтау дейді да. Одан артық оған ол солдатқа, одан артық марапат, мақтау керек емес дейді да. Сөйтті де ары қарай 6-шы наступление кетеді. 6-шы наступлениеде жаңағы Бауыржан атамыздың омыртқасына оқ тиеді ғой. Сол кезде рота командирі окоптармен жүгіріп барып Блахаға келген ғой. Блаха пулеметпен атып атқан ғой жерде. Соғыс 6-шы шабуылға кірісіп кеткен ғой. 5-шіден кейін Бауыржанмен сөйлесіп алғаннан кейін Бауыржан атамыз 5-ші мен 6-шының арасында жарақат алады. Сөйтіп құлайды ол кісі. Рота командирінің окопында құлайды ғой. Соны кіргізіп алады да. Рота командирі тез арада жаңа полком неге барады да, Блахаға барады, айтады ғой, Блаха дейді, пулеметіңді маған бер дейді да. Мен пулеметке отырайын дейді да. Полк командирінің арқасына жарақат тиді. Полк командирі қатты нашар жатыр. Тез арада мына алаңнан қалай да болса да алып шық. Алып шығатын болса полктың ішіне біреу ғана бар. Ол сенсің деген ғой. Енді мощный болған ғой, былайша айтқанда өте күшті болған ғой. Сол кезде дейді да, Блаха дейді да, батя деп айтты дейді да. Батяға не болды деген ғой. Пулеметті бере салды да, батялап Бауыржан атамызға қарай шапты дейді ғой. Бауыржан атамыз дейді да, алған күй дейді да, арқасына көтеріп алып дейді да. Мынау четвереньки дейді ғой жаңағы. Ползком дейді ғой, білесіз ба? Анау тұрып емес, гусиным шагом, орташа отырыспен. Солмен алды да, бүкіл поляны танк сияқты із қалдырып, гүр өткізіп өте шықты дейді ғой. Сөйткенде Санчесқа жеткізген ғой. Сөйтіп Санчесті неден алып қалады ғой. Кейін Блаха екеуі айтады ғой, Блаха жаңағы Қарағандыда кездесті деді ғой. Сол кезде Блахаға айтады ғой. Блаха дейді, екеумізде бүгін қазір уақыт көп жоқ дейді да. Сен ертең офицерлер үйіне кел. Мен сол жерде біз сөз сөйлеймін. Сен сол жерге қонақ болып кел. Кейін одан кейін екеуміз асықпай отырып шүйіркелесеміз дейді да. Сол кезде Бауыржан атамыздың мәрттігі ғой, даналығы ғой, ол кісі жай батыр болмағанда. Даналығы соны бүйтіп айтады ғой. Сценаға шығады, сөзін бүйтіп бастайды ғой. Құрметті халайық дейді. Мен Бауыржан Момышұлы емеспін дейді ғой. Халықтың бәрі бір-біріне қарап кетеді ғой. Мына кісі кім сонда? Не айтып кетті мына кісі? Бауыржан Момышұлы қылған, анау отырған Блаха деген менің солдатым деген. Мен соған шексіз рахметімді айтуға осы сахнаға шығып сіздердің алдыларыңызда бір ауыз айтқым, рахметімді айтқым келіп тұр көптің көзінше. Келші, міне деген ғой солдат. Көріп келді дейді ғой. Сол кезде жаңағы бір-бірін құшақтасып, саған сөз кезегін саған берем Блаха. Енді сен бір ауыз сөз сөйле деп сахнада сөйледі дейді. Блаха тұрды да қысқадан нұсқа кішігірім сөзін айтты да, мен енді сіздерге не айтарымды білмей тұрмын, бірақ сіздерге бір айтарым, Бауыржан атамызбен бірге сіздердің барлықтарыңызбен үйге қонаққа шақырамын деген ғой. Сөйтіп Бауыржан атамызды алып, бәрі Блаханың үйіне жаңағы қонаққа барған ғой. Машалла, сол кезде Блаха айтты дейді ғой, мен дейді да, батя деген ғой, мен сенің алдыңда бір қысылатын жерім бар деген ғой. Сен есіңде ма деген ғой, 42-де сенің омыртқаңнан шыққан оқ бар еді ғой деген ғой. Сол оқты сенің қолыңа берді, сен оны менің қолыма ұстатып, мен қалтама салып едім ғой. Мен соны осы күнге дейін сақтаған, бірақ осы жақын арада мен оны жоғалтып алдым деген ғой. Сен кешірші мені деген ғой. Ой, жоқ дегендей анау жерде сөйтіп шүйіркелесіп нетеді да.